Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Сіздерде бәрі жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Кейбіреулеріңіздің жылы лебіздеріңізді оқып қатты қуанып жатырмын, шын айтамын. Ол мен үшін мақтаныш қой. Ризамын мен. Рахмет барлықтарыңызға көп-көп. Жекеге де жазып жатырсыздар, рахмет. Енді бізде бүгін екінші сабақ. Екінші сабақ бізде күш өз ішімізде деп аталады, және өзіңде барына риза болыңыз деп аталады. Жақсы, сол сабақтарды қазір бастайық. Күш өз ішімізде. Былай қарасаңыздар түсінікті, иә? Мен сіздерге ең бірінші мынадай сөздермен айтып кетейін. Өзім осы кітапқа жазып қойғам, және де есімде қалып ұстанам. Адам өзіне өзі бағынуды және өз шешімдеріне мойынсынуды үйренуі тиіс. Түсінікті ме? Сонда адам өзінің шешімдері мен өзінің іс-әрекеттеріне, өзіне кәдімгідей адам оны қабылдап мойынсыну керек қой. Я, мен солай жасадым. Болды, солай болу керек. Яғни жақсы, сол ешқашанда, еш уақытта өзіңізді кінәламаңыз. Қандай жағдай сізде орын алады, кінәламаңыз. Сізді біреу айта берсін, сіз тыңдамаңыз. Тыңдаған сияқты отыра беріңіз, бірақ сан деле оны тыңдамаңыз. Жақсы ма? Мына жағыңыздан кірсін де, мына жағыңыздан шыға берсін. Не істейсіз сонымен босқа? Әрі қарай кете берсін, айта берсін. Тыңдамаңыз, деп отыра беріңіз. Бірақ өзіңізді кінәламаңыз. Жағдай кінәлі, ситуация кінәлі, бітті. Жақсы ма? Сондықтан бірақ та адам не істеді, не жасады, соны адам мойынсыну керек. Я, менің мінезім мынадай, я, мен мынадаймын. Бәрін өзіне мойынсынып айту керек. Сосын барып онымен құтылудың жолдарын істеу керек. Түсінікті ме? Жалпы мен осы кітапта, осы тақырыпта не жаздым? Мен өзімнің менімен сөйлесе алам. Ішкі жан дүниемен сөйлесе алам, тілдесе алам, жұмыс істей алам, және оны болды мен 100% бәрін білем деп айтпаймын. Мен әлі біліп алып жатырмын, әлі даму үстіндемін мен дегенмен өзімнің білгенімен сіздер арқылы бөлсем жарайды ма? Жалпы менде осындай практика болған болатын. Ол менің өмірімде бірінші рет болды. Мен вообще олай жасап көрген жоқпын. Осы жақында орын алды. Бір апаймен сөйлестім. Бір апайдың бір проблемасы бар. Ол түйсікпен сөйлесе алмады мүлдем. Байланысқа шықпады. Сосын мен ол апайдың егер де сіздер түйсіктеріңізбен мықты жұмыс жасасаңыздар, бір кісі сіздерге көмек сұрап, бір кісіні қатты ойласаңыздар, ол кісіге қатты көмектескіңіз келсе, сіздің түйсігіңіз арқылы ол кісінің түйсігімен байланысқа шығу мүмкіндіктеріңіз бар. Естеріңізде болсын, жақсы. Мен дәл солай жасаған болатынмын. Мен өзім түйсігіммен байланысқа шығып барып, түйсігімне рұқсатымды сұрап, ол рұқсатын беріп барып, ол кісінің түйсігіне шыққан болатынмын. Бірінші рет. Мен мүлдем олай жасап көрмедім. Сосын сөйтіп жасап көрген болатынмын. Ең соңында барлық маған айтып отырғандардың бәрін жаздым. Жазғанда бәрі дәл келді ғой. Білесіздер ме, мен қатты таңғалдым. Мен өмірімде оны бірінші жасап көрдім. Себебі мен қатты жасам келмейді, одан аздап қорқам. Себебі оның өзінің тыйымдары бар. Оны кез келген уақытта әр адамға шыға беруге болмайды. Егер де адам әр адамға шыға беріп, я болмаса заңын бұзса түйсіктің, онда түйсік ешқашанда ол адаммен байланысқа шықпай қалады. Естеріңізде болсын. Түйсік мүлдем кетіп қалады сенен, бітті. Сені қабылдамайды да, соны естеріңізде болсын. Сонда мен содан қорықтым, бірақ түйсігім рұқсат берді, мен оған түсіндірдім. Сосын мен олмен байланысқа шықтым, ол кісінің түйсігімен. Солай, бұрын рас, менде сіздер сияқты мен туралы, түйсік туралы дым білмейтін едім. Дым. Ештеңе қақпайым, білмеймін. Бірақ мен интуиция деген менде болды, мықты болды. Интуициямен менде ішкі дауыс болды. Мен соларды тыңдай алдым. Егер бір нәрсе болса, интуиция арқылы жасап, ішкі дауысын тыңдап, солай әрекет жасадым. Бірақ осы соңғы 2 жылда, осы анамның арқасында деймін, шүкір, анам сол жолға түсіп, кәдімгідей тереңірек зерттеп барып, мені де өзімен бірге алып, мені кәдімгідей жақсы етіп шығарғанына мыңда бір шүкір, рахмет бар ғой. Енді сіздер Алла қоса, мен арқылы байланысқа шығып, түйсіктеріңізбен сөйлесе аласыздар. Алла қоса дейін. Солай, жалпы адам, кейбір адамдар менімен бірден байланысқа шығып кетеді. Себебі ол адамдар да кезінде ешқандай да блок
түйін қалып қоймаған, өмірі жақсы, ешкімге ренжімеген, кек сақтамаған, ашуланбаған жақсы адамдар бірден түйсікпен байланысқа шығып кете алады. Ал кейбір адамдар мүлдем түйсікпен шыға алмайды, аздап қиынға соғады, рас. Оны мойындау керек. Бірден түйсікке шығып кеттіңіз бе, оны рахмет айтыңыз, қуаныңыз түйсігіңізге. Және солай болатынына түйсігіңізге айтыңыз. Әрі қарай да жалғастырғым келеді, мен сені дамытқым келеді деп. Жақсы ма? Ал егер де түйсігіңізбен әлі күнге дейін байланысқа шыға алмасаңыз, мен сіздерге қазір этаптарын айтып беремін. Сол этаптарын жазып алыңыздар және міндетті түрде жасаңыздар. Жарайды ма? Енді сіздерге айтатыным, мен осы жолға, психология жолына қалай келдім айтайын ба? Біздерде 2018 жылы, мен оның алды 2018-ге дейін негізі көп қайырымдылықпен айналысып, мектептің табалдырығында әрбір жылына 2 рет, көктемде, жаз айында или қыста, мен деген балалар үйіне апарып, соны жоспарлап, қарттар үйіне концертті қоюға жоспарлап, сценарийін жазып, міндетті түрде баратынмын. Соны міндетті түрде жасайтынмын, әрбір адаммен сөйлесіп, оған бар білгенімді ақтарылып айтатын едім. Сол кезде маған әрбір достарым айтатын еді: Лаура, сен қандай психологиядан жақсысың, сен қалайсың деп. Маған кәдімгідей таңғалды, менің миымда қалып қойған ол сөздер. Сосын барып жайлап 2018-де бізде отбасымызда үлкен ауытқулар пайда болды. Біздер інім екеуміз шетелге оқуға кеттік. Әкем мен анам өздерінің жұмыстарына шығып, өздеріне жеке кәсіппен айналыса бастады. Үлкен кәдімгі дағдарысқа алып келді. Отбасымызбен не істейміз деген сұраққа келдік. Біз даму керекпіз, тоқтамау керекпіз, өзімізді дамыту керекпіз, мына ішкі әлемімізді деп ары қарай. Сосын бардық та біздер көзімізді жұмып, Қызылордаға шын ең бастау алған бірінші кітап менде, екіншіден Айнұр Тұрсынбаева мен Мақпал Қаратайдың семинары. Мен мойындаймын, рас бардық отбасымызбен, былай жақсы болды, бірақ жақсы болды енді бір күндік қой. Соған барып, ең соңында кітаптар ойнатты ол кезде. Мен сол кезде мимен жұмыс істедім десем де болады. Мақпал Қаратайдың күшті армандар орындалады деген шатаспасам, сондай кітабын мә жақсы екен, қазір қарада тұр, осы кітап маған бұйырады деп айтып тұрған ғой, ішімнен шығайын деп тұрғанда. Сосын мен айттым, ол кісілермен қалай да осы суретке түсем мен, Алла қоса дедім. Сосын сөйтіп миыма айтып қойған. Сосын деген сөйткен тұрда бір уақытта номерімді қараймын, дәл номерімді дәл түспей ме, шок, қуандым мен дедім. Сосын бардым да сол кітапты алып қуанып, сосын ең соңында суретке түсіп, кәдімгідей біздермен түсті, басқа ешкіммен түскен жоқ, шыны керек. Асығып кетіп барады. Бірақ Мақпал Қаратай бәрімен түсті, бірақ Айнұр Тұрсынбаева түспеді, шыны керек енді. Сөйтіп, отбасымызбен ең бірінші психологияға жақындай түскеніміз, өзіміз қолға алып дамытқанымыз сол жерден басталатын. Содан кейін бастап ары қарай күнде медитация тыңдай бастадым. Өзіммен өзім мықты жұмыс жасай бастадым. Кәдімгідей. Сондықтан да сіздер де өздеріңіз жұмыс жасайды бастаңыздар. Ешкімнен ештеңе күтпеңіздер. Жайды ма? Ешкімнен ештеңе күтпеңіздер, тек қана өздеріңіз дамытыңыздар. Жақсы? Өздеріңіз көңіл бөліңіздер. Өздеріңіз жақсы көріңіздер. Өздеріңіз бір жетістікке жетесіз бе, кішкентай болсын, кішкене болсын сыйлық алыңыздар. Себебі сіз жетістікке жеттіңіз, қуаныңыз. Жақсы? Енді жалпы осылай бастау алған Лаура дәл қазіргі уақытта осыны жалғастырып жатыр. Былай қарасам түсім сияқты. Әлі түсім сияқты, өзімді кейде шымшып қойым, түсім сияқты енді. Бірақ енді шын солай болып жатыр. Қуаныштымын мен, бақыттымын. Сіздерге осылай сабақ беріп жатырғаныма, сіздерге көмектесіп жатырғаныма өте қатты ризамын. Енді қазір мен сіздерге этабын айтып кетейін. Ішкі менің этабы жалпы ең біріншіден сіздерге кеңес берем. Кеңес және этап. Мен оны осы кітабыма кәдімгідей жазып қойған болатын. Сіздер де міндетті түрде жазып алыңыздаршы. Жақсы, ол керек. Менімен сөйлесе алмасаңыздар, меніңіз байланысқа шықпаса, осы этапты орындауды бастаңыздар. Жақсы ма? Біріншіден, сіздерде ішіңізде қатып қалған түйін болады, блок болады. Соны қалай да болса шешіңіздер. Шешуге тырысыңыздар, әрекет жасаңыздар. Жақсы ма? Оны міндетті түрде шешеміз және одан сабақ аламыз. Ол бірінші, жазып алыңыздар. Екінші, күнде ерте тұрамыз, 5-те тұрасыздар. Білмеймін мен ештеңе. Мен кейде енді ұйықтап қалам, 5-тен кейде тұрам, бірақ 5-те тұрасыздар, мені оятасыздар, бәріміз бірге тұрамыз, жүгіреміз, жаттығу жасаймыз. Міндетті түрде осыны дағдыға айналдырыңыздар. Бәріңіз ерте 5-те тұрасыздар, сыртқа шығасыздар, жүгіресіздер, жаттығу жасайсыздар.
маған орындалғанына күнде маған жазып отырасыздар. Ең соңында керемет мықты нәтижеге жеткен адам дәл осы бір айда орындап отырған адамға мен сыйлық берейін, иә. Сыйлықта енді мен қатты бағалы сыйлық беремін деп айта алмаймын. Бір керемет бір мүмкіндік сыйлық беремін. Жақсы? Дәл солай келсейік. Жақсы ма? Сондықтан да бір адамға тек қана ренжімеңіздер. Бәрін орындап отырған бір адамға сыйлық. Таңертең мен айтқандардың бәрін орындап отырасыздар. Күнделікті. Таңертең бәріміз ерте тұрып жүгіреміз. Сосын үшіншіден йога жасаймыз. Жүгіріп келдіңіз бе үйге, салқын суға түсуге тырысыңыз. Мен түсіп жүргенмін басында, сосын аздап түскім келмей, уже сөйтіп қалдым, мен қазір түспеймін, бірақ інім түседі, мен түспеймін. Сондықтан да егер де суға түскіңіз келсе, сосын үшіншіден сіздер йога жасаңыздар. Йога. Жақсы? Мен сіздерге ссылкасын жіберем, мен жасап жүрген йоганы жіберем. Міндетті түрде жасаңыздар. Ол сіздің ішкі меніңізбен сөйлесуге, дамытуға мықты септігін тигізеді, көмектеседі. Жақсы ма? Төртіншіден, мен дәптерін арнайсыздар. Бәріңіз. Мен дәптерін арнайсыздар. Өзіңізді мақтайсыз, қол жеткіңіз келетін нәрселерді осында жазасыздар. Мен сіздерге жалпы айтып кеткен болатынмын. Алдыңғы сабақта мен дәптерімді көрсеткен болатынмын. Сол дәптер туралы қазір мен сіздерге айтайын толығырақ. Мінекей. Мына жерге жазып қойдым мен, мінекей. Мынаны Польшада сатып алдым, мына дәптерді. Сізге басқа дәптер болмады, енді осындай сіздер дәптер сатып аласыздар, міндетті түрде. Сосын датасын мына жерге жазасыздар да, сосын номер, мынандай хэштег сияқты номер 1 деп жазасыздар. Сосын күнде нешеу жазып жүрсіздер, сондай. Менде мынау енді 3 па 4 па сондай. Шыны керек. Маған сенімділік әкеледі ол деген. Сенімділік әкеледі, қай жерде болмас өзімді ұстауға дұрыс, өзімде дәл сол нәрселердің бар екендігіне сендіреді, және соған қол жеткізбес қоймайды. Сондықтан да сіздерге айтатыным, осы мен дәптерін арнайсыздар, өзіңізді мақтайсыз, қол жеткіңіз келетін нәрселер жазасыздар. Мінекей мысалға мен сіздерге қазір айтып кетемін, мысал ретінде. Жақсы ма? Міне. Мен жалпы ақылдымын, мен имандымын, мен тура жолдамын, мен пысықпын, мен әдемімін. Егер де салмақ қосқыңыз келе ме, мен мынадай салмақ қостым. Я болмаса арықтағыңыз келе ме, мен мынадайға арықтадым деп дәл осы жақпен жазасыздар. Өзіңізді мақтайсыз, қандай екеніңізді, сыртыңызды, ішіңізді бәрін, сосын барып өзіңізге керек не нәрсені қатты қалайсыз, не нәрсеге қолыңыз жеткізеді, мен арқылы бәрін жазасыздар. Жақсы ма? Басында өте қиын болады. 20 жазасыз, 15 жазасыз, дәл солай болады, дегенмен өте көп болады. Кейіннен қалай жазып кеткендеріңізді білмейсіздер. Жақсы? Мен бұрында деген 20 солай бастағам, қазір 40, 50, 60-қа жеткіздім. Сосын бір нәрсемен бөлісейін бе? Мен қазіргі кезде енді ұялы телефонды жаздым, мен iPhone 11 Pro алдым деп. Дәл осыны алдым деп жаздым, енді Алла қоса енді қол жеткізу керекпін арманыма дәл осы айда деп. Енді білмеймін, барынша еңбек етіп тырысып жатырмын, енді білмеймін орындала ма, қалай болатын. Бірақ осы дәптерге жаздым. Рас. Мойындаймын сіздерге. Ал енді менен результат бола ма, болмай ма, енді Алла қоса көресіздер. Жақсы? Сіздерге көрсетіп айтатын боламын. Жалпы осылай жазасыздар. Сосын 5-ші соңғы медитация тыңдайсыздар. Міндетті түрде медитация тыңдайсыздар. Медитация өтпеуі мүмкін. Неге өтпейді? Себебі мен ең бірінші айтып кеткен бар ғой, өздеріңіздің түйіндеріңіз шешіп сабақ аласыздар едім ғой, соны бірінші құтыласыздар, сосын барып медитация өтеді. Қандай медитация тыңдаймыз, не істейміз десеңіздер, егер де түсінбей жүрсеңіздер, жай ғана өлеңі жоқ бар ғой, сөйлемейтін музыка тыңдаңыздар. Медитация без слов деп жазамыз ютубқа, соны тыңдаңыздар. Болды. Мен айтқан уақытқа дейін, осы сабақ біткенге дейін соны тыңдаңыздар. Ал келесі сабақта медитация сабағы болады, бәрін аты-жөнді түсіндірем. Жақсы ма? Сөйтесіздер. Осы бар болғаны осы өте қарапайым 5 қана тәсіл, соны міндетті түрде орындаңыздар. Сіздерден талап етіледі шыдамдылық, табандылық, маған деген сенім, өздеріңізге деген сенімділік. Осылардың бәрі болса, ештеңеге қарамайсыздар, тек қана алға қарай қадам басасыздар. Жақсы ма? Менде бәрі болады, менде бәрі бар деген ұстанымды ұстауға тырысыңыздар. Сонда ғана 100% бәрі болады. Менің денсаулығым мықты. Мен күн өткен сайын жақсарудамын. Солай күнде айтыңыздар. Егер де бір денсаулығыңызға ақау түсіп бір нәрсе болып қалды ма, айтыңыз. Мен күн өткен сайын денсаулығым жақсаруда. Жақсы ма? Жарайды ма? Сосын тағы да айттым ғой, егер де көңіл күйіңіз бір нәрсе түсіп қалған болса, онда осы қағиданы да ұстаңыз. Мен айттым, тағы да айтам. Ертең жылаймын. Бүгін жыламаймын мен, ертең жылаймын.
Жақсы, сонда сіздер ешқашан жыламайсыздар. Күнде ертеңге қалай береді, жақсы ма? Солай, сіздер осы тәсілдері бәрін орындайсыздар, орындап болғаннан кейін түйсікпен байланысқа шығасыздар, онымен дос боласыздар, серіктес боласыздар, тума боласыздар, кәдімгідей мықты қарым-қатынас орнатасыздар. Онымен уже байланысқа шыққаннан кейін сіз кез келген проблемаңызды, кез келген ауруыңызды, кез келген нәрсеңізді осы арқылы шеше аласыздар, шешесіздер. Жарайды ма? Соған бәрін тапсыра аласыздар, ол өзіне бәрін қабылдайды, өзі бәрін алады, сосын өзі сіздерге автоматпен көмектесіп отырады. Сіздерге ненің дұрыс емес екендігіне дейін көмектесіп отырады, жақсы ма? Арман мақсаттарыңыздың бәрін оған тапсырып, кез келген уақытта тілдесіп, шынайы досқа айнала аласыздар. Ол сіздердің қамқоршыңыз, ақылшыңыз, досыңыз болатын болады, жақсы ма? Түйсікпен сөйлесудің өзіндік жолдары бар. Оны сіздерге мен түйсік сабақ болады ғой, сол кезде бәрін айтады боламын. Оны да дұрыстап тұрып түсіндіремін, жақсы ма? Жалпы осылай. Бірінші бүгінгі осы тақырып күш өз ішімізде деген. Түсініңіздер ғой, күш өз ішімізде. Рас. Жақсы түсінікті ғой, бәрін өздеріңіз айттым алдыңғы сабақта, бәрін өздеріңіз алақандарыңызда қалай бәрін жадыратқыңыз келеді, қалай бәрін жауып алғыңыз келеді. Жақсы ма? Келесі тақырып бізде өзіңізде барына риза болыңыз. Шын? Барына риза болыңыз. Мен дәл қазір, менде не бар, мен соның бәріне ризамын, шүкір айтам. Барлығы бар, менің қолымда ата-анам бар, отбасым бар, інім бар, үйім бар, не керек тағы, бәрі бар, шүкір. Бірақ тағы да мынадай жетістікке жеткім келеді. Жақсы ма, жарай ма? Және Гей Люцилий деген бір кісі айтып кетті, өмір сүру дегеніміз ол ойлау. Дұрыс айтады. Сіз ой арқылы бәрін өзіңізге шақырып аласыз, бәрін. Менде кеше ғана осындай жағдай болды. Мен кеше екі кісімен ұмытып қалдым. Бір кісіні ойлап отырдым. Мына кісіге қазір жазам, дәл қазір мен жазам, мына кісіге дәл былай жазып жіберем. Неге өзі жазбады екен деп отыр едім. Соткамды ақтарып отырғанда ұмытып кеттім. Ұмытып кетіп, 1 минутта болған жоқ, өзі жазып тұр ғой маған. Таң қалдым, өте таң қалдым. Менің түйсігімнен қалай жылдам жұмыс істеп кеткен түсінбей қалдым. Рахмет дедім. Сосын тағы да сондай болды. Басқа кісі жауап жазбайды, оқиды, жауап жазбайды. Қазір мен сізге жазайын, не болып қалды екен сізге деп жазайын деп атсам, сосын інім шақырып қалды, сондай жағдай болып кетіп қалдым да, сосын соткамды алғанда уже ұмытып қалдым, не істеймін деп отырған. Бір уақытқа қарасам, өзі жазып тұр ғой маған. Сондай жағдайлар орын алады, шынымен де. Ол таңғажайып қызық жағдайлар. Сондықтан да өмір сүру дегеніміз ол ойлау. Сіз нені өзіңізге ой арқылы шақырып аласыз, сол міндетті түрде жүзеге асады, естеріңізде болсын. Оған мен көзім талай жеткен, жетіп те жатыр. Сізде соған сенімді болыңыз, сізде практика жүзінде дәлелдеп көріңіз. Жақсы ма? Шыны керек, менің өзімнің миыммен кәдімгідей доспын. Рас, менің кезінде миым өте қатты ауырған дегенде психология жағынан ауырған. Туымна болмай қалса, ту бітсе, сосын мен отырдым да айттым, миым дедім. Мен сені қожайыныңмын, мен сені басқарам, сен менімен доссың. Ең бірінші менмін орында тұратын, сен мені тыңдау керексің. Біз екеуміз солай дос болып қарым-қатынас орнатайық дегенде миымен кәдімгідей сөйлестім. Сөйлескеннен кейін өзіме мықты болып қалдым, сенімділікпен ары қарай жалғастырған болатынмын. Сондықтан да сіздерге де айтамын, миымен дос болыңыздар, жақсы ма? Оны сіздер кітап оқиын деп бастап жатыр ғой бүгін. Сол кітапта бәрі айтылады. Ол кітап мықты кітап, Джон Кеханың түйсігімен ойлай біл. Мен оны 5 рет 6 рет оқығам. Мен қазір де талай сіздермен оқимын да, сіздермен қазір оқып бастаймын. Жақсы? Жалпы миыма айтам, сосын кейде оны жүрегім бірден қабылдап алады, жүрегім арқылы жіберетін болсам, ол бірден орындалады менде. Автомат түрде орындалады. Не нәрсе болмасын, миым қабылдайды, жүрегім оны кәдімгідей қалайды, жүрегім арқылы жіберем, болды, бітті. Бәрі орындалады. Мысалға мен сіздерге 3 мысал келтіріп кетейін. 3 мысалды келтіріп кетейін. Мен жалпы курсқа қатысып жатырдым. Айта кетейін, жақсы, курсқа қатысып жатырдым. Курсқа қатысып жатырғанда офлайн кезінде отырған кезінде ана жерге қарадым да отырмын. Бір нәрсе айтып жатыр ана жақтан. Мен дұрыс тыңдамай қалдым сол кезде. Отырмын дейтін. Мәссаған, қазір ана жер тадақ деп бір жарылыс болып қоймаса екен. Қалай болар екен сондай жарылыс болса деп көз алдыма елестетіп, уже миыма барып, жүрегім соны қабылдап, уже көз алдыма елестетіп қойғамда. Бір уақытта қарасам, неше 10 минутқа жетпейтіндей уақыт болды, ана тарс етті ғой. Шошып кетті мен. Массаған, менің мамаға айтты, мама, менің миымның до того жұмыс істеп кеткені, мынаны қабылдап алды менің ойым, бірден мынаны жүзеге асырып алды дедім. Кәдімгідей таңғалдым. Ана жерде мен телефон тұр ғой, мама, мен кеттім дедім, даже телефон сөз қойып қойған мен деген негізі. Телефонды алып сөйтейін десем,
былай қарайды ана сахнада тұрған, сіз не істеп жатсыз дейді да. Сосын айтамын, менің телефонымды алып жатырмын деп. Сөйтіп айтады, сөйтіп не істеп жатсың, жақсы алда орын отыр, нағыз тіптен пысық екен дегенде сөйтті де, сосын алдында телефонды алдында орныма отырғам негізі. Сөйтіп отырғанда негізі солай мамаға да айтқан ғой, қазір ана жерде мама, мен телефон тұр ғой, әні тұр ғой, мен тастадым ғой, сөйтіп қазір ана жерде бір нәрсе болып қалса таңғалмаңыз дегенде айтып қойғам негізі. Лаура, отыр, қайдан сен де айта бермейін деген негізі маған. Сосын ең соңында сол айтқан, мама мен сөйттім, бәрі елестетіп қойдым, қызық, мен өзім әлі сенілмей отырмын дегенде. Солай ойынның іс жүзіне кәдімгідей шыққанына, жүзеге асқанына мен қатты таңғалған болатынмын. Екіншісінде мен деген жалпы неге бардық біздер? Тауға шығуға бардық. Тренермен бірге тауға шығуға бардық. Алматыда осы барғанымызда мен кім туралы, не туралы айтып отырған маңызды емес, ең бастысы қалай болып жатырғаны. Сөйтіп барғанымда мен ойладым, мен автобуста отырғанда да ойлап барғам, мен қазір мына кісімен, қазір емес, көзім алдын елестетіп жатырмын, мен суретке түсіп алам, осы кісімен суретке түсіп отырғанда осылай аламын да, дәл осылай қараймын да тұрамын дедім. Бітті, көз алдыма елестеттім, соны қаладым. Оны қалай жүзеге асырамын, не істеймін, жақсы құрсыншы, Лаура, оны ойламай ақ қойшы дедім, жүре бергем. Сосын жүре берген, содан кейін бір уақытта қарасам, бәрі суретке түсіп жатыр. Жәләп барды, мама да барды. Суретке түсейік деп барлығымыз топпен бір түсіп алды. Сосын барып жақсы, онда мен де түсейін дедім де, олай жасамаңызшы, бәрі солай түсіп жатыр. Осылай жасаңызшы дедім де, осылай түсіп алдым ғой. Ана кісі қатты күлді сол кезде. Өзім де таңғалдым. Оны өтіп кеткеннен кейін есіме түсті де таңғалдым. Мәссаған сол жүзеге асты ғой дедім. Сосын мама, мен де солай кәдімгідей көз алдыма елестетіп қойғам. Қараңғышысында ол жүзеге асты, қызық деп мен кәдімгідей айтсам, мама да сол кезде таңғалып, мен де таңғалып, солай әрі қарай үйге кеткен болатынбыз негізі. Сондай жағдай болды екінші. Ал үшіншіден, мен ұйқыдан жаңа тұрып отырған кезімде, ұйқыдан тұрдым, енді бірінші этажға қарай түсіп бара жатырдым ғой. Бірінші этажға түсіп бара жатсам, баспалдақтан түсіп бара жатырғанда ойлап тұрдым да, айттым, мен қазір осы жерден қазір аяғым тайып кетпесе жақсы болар еді, аман-есен дұрыстап өтсем екен деп айтып болмағаным сол еді. Мойым тым резко қабылдап тастады да, фуң құлап түстім ғой, тық деп кәдімгідей айғайлап тұр. Сосын сол кезде енді мықты таңғалғам. Сонда түсіндім, уже қалаған нәрсенің бәрі орындала беретініне, уже мен сол кезден бастап уже көзім жетті, анық. Егер адамның жүрегі таза болса, манаған нәрселердің бәрін орындап түйсікпен мықты сөйлесе алса, өзін жақсы ұстап, бәріне көмектесіп қамқор болатын болса, күнделікті қайырымдылықпен айналысып, айналасын бәріне шуағын шаша беретін болса, кез келген адаммен сөйлесіп, ол адамға сырласып, кәдімгідей ақыл дос болып сөйтсе, онда болды. Ол адамға одан артық ештеңе керек емес, ол адамның кез келген қалағаны орындала береді екен. Не айтады ғой? Заказ дейді ғой, тапсырыс. Дәл сондай орындала береді екен. Ол бір жағынан қарағанда ол сенуге тұрарлықсыз да, бірақ шындық. Ол енді шын. Шынымен жүзеге асады. Солай. Сол себептен мен енді барынша армандаймын, қиялдаймын, жүзеге асыруға тырысам. Шүкір, бәрі қазіргі кезде жүзеге асып жатыр, жүзеге асады да. Сондықтан сіздерде де Алла қаласа бәрі жақсы болып, талай биіктерден көрінесіздер. Бұйырса дейін. Ал сіздер дәл осылай өмірлеріңізде болған қалайсыз ба? Мүмкін сіздің өміріңізде дәл осындай болған шығар. Есіңізге түсіріп көріңізші. Егер де болған болса, онда бөлісіңіз. Міндетті түрде чатта, жарай ма? Мен бұл айтқан сіздерге жай ғана кішкентай ғана бөлшектер. Есімде қалған дәл қазіргі уақытта кішкентай бөлшектер. Бірақ өмірде на самом деле дейді ғой, шынымен де өте көп осындай жағдайлар орын алды. Мен көзім жеткендіктен сіздермен бөлісіп сабақ берудемін. Жарайды ма? Сондықтан да достар, сіздерге енді мен сіздерге кеңесім, ең бірінші сабақта мана айтып кеттім ғой, соны жасаңыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Түйсікпен байланысқа келгілеріңіз келсе, бірінші этапты міндетті түрде түйсікке дейінгі сабақта орындап тастаңыздар, өтініш. Содан кейін бастап осы түйсікті мықтап тұрып өтесіздер. Жарайды ма? Ол сіздерге керек болады. Барлық жерде айтады, көбінесе кітаптарда айтады, адам жасағанда адам жасай алады. Адамның қолынан бәрі келеді. Адамда тек қана сенімділік деген болу керек, адамның жүрегі ашық болу керек дейді. Сонда ғана адам жасағанда адам жасай алады. Мен жасап отырмын ба дәл қазір, сіздер де жасай аласыздар. Мен сіздерге 100% гарантия беремін. Жасай аласыздар. Тек сенімділік болсын, соған сеніңіздер, шыдамдылық болсын, табандылық болсын, болды.
Ары қарай сізге ештеңе керек емес. Сізді ешкім ешқашан тоқтата алмайды, олар болатын болса. Жарайды ма? Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. 100% келеді. Мен оған сенімдімін. Өзіңіз сенімді болыңыз. Сіздің өміріңіз 100%-ға керемет жадырайтын, керемет жарқырап тұратын, сіз қалағандағыдай, сіздің армандап жүрген нәрселеріңіз бәрі, жолыңыз сияқты бәрі ашылады да, өміріңіз өз қалағаныңыздай, алақандағыдай болады. Оған сіз сеніңіз тек қана. Жарайды ма? Ештеңеден ешқашан қорықпаңыз. Жақсы? Алға қадам басудан қорықпаңыз. Ешкімді ешқашан кінәламаңыз, ол туралы өсек айтпаңыз. Жарайды ма? Мен сіздерге соны қатты тілеймін, соны сіздерге айтамын. Бір адам бір нәрсе істеп жатыр ма, тек тыңдамауға тырысыңыз, бірақ енді тыңдамай отырғаныңызды ол адамға білдірмеңіз. Керек емес. Жарайды ма? Олай менсінбей отырсаңыз да болмайды. Тек қана солай істеңіз, болды. Өзіңізді әрқашанда ақтап шығуға тырыспаңыз. Шындық па? Ол шындық күйінде тұрады, болды. Оны сіз шындықты өтірікке айналдыра алмайсыз. Ал өтірікті ешқашан айтпаңыз. Жақсы ма? Жарайды ма? Жүрегіңіз ашық болсын, таза болсын. Кез келген нәрсеге егер де адам мұқтаж болып көмектескісі келсе, көмектесіңіз. Жарайды ма? Тек қана сәттілік, тек қана алға. Міндетті түрде ерте тұрасыздар. Ерте тұра алмай қалдым деген мүлдем болмасын. Міндетті түрде 5-те тұрасыздар, жүгіресіздер. Егер де тұра алмай жүрсеңіздер, 5-те емес, нешеде тұрып жүрдіңіздер, содан кішкене уақытқа қойып, сол уақытқа қойып, будильникті қойып, ерте жатыңыздар. Сосын будильникті қойып, күнделікті оған 5 минут қоса беріңіздер. Мысалға, бүгін сағат 8-де тұрдыңыздар ма, ертең 7:55-те тұрыңыздар. Оның ертеңінде 7:50-де тұрыңыздар. Оның ертеңінде 7:45-те тұрып, солай шаг за шагым тұрып үйреніңіздер. Жарайды ма? Мен сіздерге сенемін, барлығы сіздерде жақсы болады. Менің сабағым осылай аяқталды, соңына жетті. Бүгін осы 2 тақырыпты қозғадық. Ертең одан да қызық тақырыптар болады. Мен сіздерге Алла қаласа 4-ші күні әдет заңымен бөлісетін боламын. Ол өте мықты. Менің өзімнің қалыптасып қалған, мені оятқан сабақтардың бірі десем де болады. Алла қаласа бәрін ақтарып, кәдімгідей тасты қопарып, мықты болып шығатындарыңызға мен сенемін. Сіздердің маған сенімділіктеріңіз керек, өздеріңізге сенімдеріңіз керек. Айтпағым осы. Рахмет сіздерге. Егер сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Әрқашан жауап беруге дайынмын. Жарайды ма? Сау болыңыздар. Беттеріңізді сүйдім. Қайырлы түн. Ой, қайырлы түн деппін ғой. Күндеріңізге сәттілік деген кешіңіздер. Жарайды ма? Кеше деген тым кеш жатып қалғам. Сондықтан да бүгін 8-де тұрып қалғам. Анам ояту арқылы. Бір кісімен бірінші рет 2 сағат жарым сағат сөйлесіп, ол кісіге көмек бергем. Оның өзінде сәл ең соңында уже ұйықтап шаршап кеттім. Сондықтан да аздап ыңғайсыз жағдайда болып қалды. Кешірім сұраймын, көмек керек ме? Кез келген уақытта маған жазыңыздар. Жақсы ма? Кешіріңіздер, енді артық кетіп жатсам. Бір жағдайлар болса, айып етпеңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздермен Лаура.